Сәлем, менің алтын қыздарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай керемет матадан 2D шоппер сумканы 15 минутта жасап үйренетін боламыз, қыздар. Менімен бірге болыңыздар соңына дейін. Яғни екі жақтамалы жасыл және мынандай ромбик әдемі түсінен екі жақтамалы шоппер сумка жасайтын боламыз. Қыздар, ең алдымен менің осы YouTube каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздаршы. Алдағы уақытта сіздерге керемет видеолар жүктейтін болам. Ал олай болса, сіздерге сәттілік. Кеттік. Мінекей екі түрлі түсінен жасаймыз дедік. Ромбик және жасыл түсінен. Екі жақтамалы болғандықтан, мына осылай екеуін қырқып алған болатынмын. Бұның енді қазіргі таңда размерлерін қазір айтатын болам. Мінекей ромбиктің алды арты тұр. Просто теріс жағын көрсетіп тұрмын сіздерге. Бұның ұзындығы, қыздар, екеуінікі де бірдей болады. Мінекей ұзындығы 42 см тігісімен бірге, және ені, қыздар, 34 см, қыздар. Тігісінің барлығы соның ішінде есептелген. Ал енді ремешоктары, ұзындығы ремешоктың 65 см, ал ені 12 см болады. Ал дизайны үшін ішкі қалтасына мінекей 18-18 және мынандай ромбикті қырқып алған болатынмын. Әрине, бұл украшение үшін, қыздар. Олай болса, шопперді тікпестен алын, біз жаңағы 18-18 қалташасын дәл ортадағы размерін шығарып, осыны тігіп шығуымыз қажет, қыздар. Шетінің барлығын комбинировать етіп, бұның 1 сантиметрден қайырып, осы жерге орналастырып алуымыз қажет. Мен бұны әдейіге өзімнің телефонымды қою үшін істедім. Ал енді сәттілік, жандарым. Мінекей біз шопперіміздің ромбик бөлігінің үш жағын тігіп шығамыз. Яғни екі жанын және астыңғы жағын тігіп шығамыз. Бұның 1 сантиметр көлемінде тігіп шығатын боламыз. Ал енді жаңа қалтасын тігіп алайық, қыздар. Қалтасында осылай 1 сантиметр қылып қайырып, төрт жағында осылай тігіп шығатын боламыз. Мінекей дайын болды. Барлығын мен осы шоппердің дәл ортасына қойып шықтым. Мынау жаңағы телефон салатын жағы, бір жағы ашық тұрады. Ал енді ромбикті 1 сантиметр қайырып, жанына орналастырдым шоппердің. Яғни екінші матамыз мынау, байқаған болсаңыздар. Мінекей, бұның бір жағын ашық қалдырамын да, үш жағын тігіп тастайтын болам. Бұл да енді кішігірім заттар салуға қосымша сіздерге жаңағы заттарыңызды салу үшін арналған. Кішігірім телефон, бір украшенияларыңызды салып қоюға болады. Мінекей, қараңыздар, міне. Мына жерден сала бересіздер. Ана жанындағы мелдің барлығын өшіріп тастаймыз, қыздар. Міне ұштарының барлығы бір келіп келу керек. Енді жақсылап үтіктеп аламыз. Себебі мынау тігіс басылу қажет, қыздар. Мынандай волна болып тұрмау керек, қыздар. Ал енді біз шопперіміздің екі бөлігінде жанының барлығын тігіп алуымыз керек. Тек қана бас жағы қалу керек. Байқаған болсаңыздар, бұл жерде қазір біз шоппердің екі жанын тігіп жатырмыз. Бұл жерде енді примерно 1 сантиметрдей тіге беріңіздер. Басында міндет түрде закрепка қажет. Себебі закрепкасыз тігілсе, ол тез сетінеп кетуі мүмкін. Сол үшін міндет түрде закрепканы беріңіздер, қыздар. Қыздар, мен сіздерге тағы да бір хабарландыру айта кетейін, жандарым. Сол мен әр вторник және суббота күні сағат 6-да үнемі видеолар шығарып отыратын боламын. Давайте, қыздар, менің осы қазақ жасаулары каналыма міндетті түрде подписка басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздаршы. Себебі менде оқырман көп болған сайын мен үлкен курстарымды да жаңа дизайндағы ешкімде жоқ дүниелерді сіздерге көрсететін боламын, қыздар.
Ал енді біз қараңыздар, енді екеуін де тігіп алдық қой. Енді осының біз астыңғы жағын, вот именно астыңғы жағын, қыздар, шопердің ашылып тұратын жағын емес, тіккеннен кейін астыңғы жағын бірге біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Себебі бұл екі жақтамалы болғандықтан бұның астыңғы жағын біріктіріп екеуін тігіп шығамыз. Сол кезінде астыңғы жағы екі жағына да қарай беретін болады. Ішкі жағы ғой, қыздар, ол. Түсінбей қалмаңыздар, сыртқы жағын емес, ішкі жағын. Міне, енді бір-біріне астыңғы жағы қосылып тұр. Ал енді біз ремешогын тігіп алатын боламыз. Ремешогын 12 сантиметрді қайырып, екеуін ортасына осылай қойып, үш қайыра тігетін боламыз. Міндетті түрде закрепка бересіздер, және барлығын шет жағынан тігіп шығатын боламыз, қыздар. Ременді қатты созбаңыздар, себебі бір жағы созылып кетеді, қыздар. Ал мінекей, екі ременді де дәл осылай тігіп шығамыз, екінші жағында міндетті түрде тігеміз, қыздар. Себебі ременіміз бірдей болып шығу керек. Бір жағы созылып, бір жағы тігілмей қалса созылып кетеді. Ал енді қараңыздар, біз жайғастырып шықтық. Енді беті қарап тұрсаңыздар, бұл шопердің аузы ашылатын жағын мен 0,5-пен қайырып шықтым. Мінекей, сіздер де осылай қайырып алыңыздар. Және бұның ременнің қоятын жерлерін өлшеп алатын боламыз. Ременнің шеткі жағынан ішкі жағына дейін өлшеген кезде 6 сантиметр, ал аралық 3 сантиметр болу керек. Екі жағынан да осылай орындар қалдырамыз. Мінекей, 6 сантиметр, ременнің қойылатын жері 3 сантиметр. Мелмен белгілеп алып, жаңа ремешогын біз ішіне тігетін боламыз. Қыздар, сыртына тікпейміз, себебі бізде екі жақтамалы болғандықтан міндетті түрде ішіне тігеміз. Ал енді центрлері бар ғой, осыны булавкамен қадап алуымыз қажет. Себебі центрі қашып кетуі мүмкін, да сол кезде сумкамыз бұралып кетеді. Екі жағынан да булавкамен жақсылап қадап алыңыздар, центрін шығарып алу үшін. Ал енді астыңғы жағынан да мелмен белгілеп алып, бісміллә деп жаңағы ременімізді орналастыратын боламыз, қыздар. Мінекей, енді осы жерде біз қазір тігетін кезімізде міндетті түрде закрепкамен тігіп алуымыз қажет. Себебі закрепкасыз тігісті бастамаңыздар. Закрепка ол сіздің тігісіңіздің берік болуына тікелей әсер ететін болады, қыздар. Ал енді, қыздар, менің платное обучениеме келетін болсаңыздар, қуана-қуана үйрететін боламын. Менде неше түрлі қызың жасаулары бар. Сол үшін алтын ою парақшасына да тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, қыздар. Алтын ою парақшасында көптеген эфирлер, пайдалы эфирлер болатын болады, және де ақылы да, ақысыз да сабақтар болатын болады, қыздар. Ал мінекей, 0,5-пен өте бір 0,5 емес, бұл жерде бір 0,2-мен тігіп жатырмын, қыздар. Бірдей қалдыру керек, ішіне де сыртына да кетіп қалмау керек. Бірдей шығарып отыруыңыз керек. Ремешоктарын жаңағы закрепкамен аяқтауыңыз қажет, қыздар. Мінекей. Ал енді, қыздар, міндетті түрде YouTube каналға лайк басуды, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Комментарияларыңызды міндетті түрде оқитын боламын. Сол үшін алдағы уақытта мен сіздерге 40 мыңға жеткен кезде керемет конфетка жастықтың сабағын тегін сіздер үшін салатын болам, қуана-қуана. Сол үшін постоянно достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, подписка баспаған болсаңыз, міндетті түрде басып алыңыздар. Мінекей, жіптерінің барлығын тазалап алдық, булавкаларымызды аламыз. Міне, қараңыздар, қандай тамаша 2D шоперіміз шықты. Негізі украшенияны қоймасаңыздар да болады, сыртқы жағына мен өзім қойғым келді, сол үшін осылай қойдым, қыздар. Енді, қыздар, екі жаны қозғалып кетпеу үшін біз жартысына дейін тігіп алатын боламыз. Мына тігісті жартысына дейін бір-біріне ұстатып тұрып тіккен кезімізде
біздің сумкамыз надежный болады. Қараңыздар, сыртқы жағынан осылай тігістің қолмен байқап отырып тігісті жаймен жартысына дейін ғана тігеміз қыздар. Мен экраным кішкене бір неғып кетіпті, қозғалып кетіпті, сол үшін анық көрінбей жатса ренжімеңіздер. Мынау негізі түсінікті деп ойлаймын қыздар. Мінекей жартысына дейін барамыз да кішкене закрепка беріп, жіпті түбінен қырқып алатын боламыз екі жағынан да. Екінші жағында дәл солай тігіп шығатын боламын. Мінекей қараңыздар, тігістер. Тігісінің барлығын тазалап аламыз, және бұны біткеннен кейін үтіктеп, мінекей бізде уже дайын қыздар. Қараңыздар, қандай әдемі. Алла қаласа, мен бұны шетелге барғанымда ұстап жүретін боламын. Ал сіздерге де сәттілік. Мінекей мына жағында ұстасаңыздар болады. Екі жақтамалы 2D шопер сумкамыз дайын. Сәттілік қыздар, 40 мыңға жетейік, міндетті түрде сіздерге керемет сабақтарды беретін боламыз. Сау болыңыздар.